Good afternoon, Jess. Good afternoon. How are you? I am okay. And you? Nice. Okay. Бізде бүгін үшінші грамматика, ол сан есім, the numeral. Сан есім қалай болады, қалай жасалынады, оның қандай түрлері бар, танысып шығайық, окей? Сан есім дегеніміз ол заттың, немесе заттық ұғымдар мен құбылыстардың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы. Сан есім how many, қанша, неше, which, нешенші, қаншаншы деген сұрақтарға жауап береді. Әрі қарай оның түрлерімен танысайық. Сан есім қазақ тілі сияқты екі түрге бөлінеді. Есептік және реттік сан есім. Есептік сан есім ол есеппен саналады. Мысалы 1, 2, 3 заттардың тек қана санын білдіреді. 1, 2, 3, 4, 5. Ал реттік сан есім ол заттарды ретімен санауды білдіреді. Және ол which, нешенші деген сұрақтарға жауап береді. Ал енді есептік сан есімімен санап көрейік. Ағылшын тілінде есептік сан есім мысалы 0 деген ол 0. Әрі қарай 1-ден 10-ға дейін санап берші сен. Есептік сан есімімен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 30, 40 қалай болады? 20, 21, 20, 30. 20, 30, 40, 40. 40. 50. 50. 50. Әрі қарай енді реттік сан есімге өтейік. Реттік сан есімді түсініп ал сен. Реттік сан есім айтқанда мына first, second, third олар ерекше жазылады, оқылады. Қара. First, бірінші, second, екінші, third, үшінші. Қалғандардың барлығыне 4-ші, 5-ші, 6-ші, 19-ға дейін сен жай ғана зыны қоясың. Жалғайсың. Мысалы, first, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th. Көрдің бе? Жағын жалғап кеттім. Ал 1-ден 3-ге дейін first, second, third болады. Енді сен маған 1-ден 10-ға дейін реттік сан есіммен санап берші дес. First, second, third. Third. Төртінші. Fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Ал 11-ші? 11-ші, 11. Молодец, өте дұрыс. 11-ші болады 11. Енді мен саған сандарды айтайын. Сен сол сандарды бірінші есептік сан есімімен айт, одан кейін реттік сан есімімен айт, жарай ма? 51-ші есептік сан есімімен айтып көрші. Есептік? 51. 51. Молодец, 51. Ал реттік сан есімімен? 15 first. 50 first. Әрі қарай 66. 66, 66. 66-шы. 16, 6. 6, 66-шы, 66. 78. 17, 8. Дұрыс. 78-ші. 17, 8. Молодец. Түсінікті болды ғой, е? Тек қана 1-ші, 2-ші, 3-ші олар басқаша айтылады. Ал реттік сан есімде ары қарай 4-тен 19-ға дейін жай ғана з қосымшасын қосамыз. Енді үлкен сандарды айтып үйренейік. 100,
hundred, мың, thousand. Қайталашы. Hundred. 100. Ол неше сан екен? Hundred. Just. Thousand. Қайтала. Thousand. 1000. Ол қанша сан? Мың. Мың. Million. Million. Ол миллион, я? 1 billion. Ол 1 миллиард. 100,000 million, 1 billion. Аха. Енді сен маған айт. 300. 300. 300. Good. 900. 900. 350. 350. 350. 112. 100. 12. 112, я? Ары қарай 2000. 2000. 4 миллион. 4000. 6 миллиард. 6 billion. Молодец, өте дұрыс. Көрдің ба? Жай ғана миллион, ал миллиардты Б әрпіне өзгертеміз, биллион болып кетеді. Е? Окей, енді саған тапсырма, Диас. Саған бүгін тақырып түсінікті ма? Егер түсінікті болса, мына жердегі бірінші тапсырмаларды және екінші тапсырманы орындайық. Жоғарыда тұрған сандарды біздер қайсы екенін белгілеуіміз керек. Қайсы екенін тауып, айтып көр. 240 ағылшынша қалай болады? 840. 200. 800 емес, 200 жоғарыда тұрған сан. 200. 240. 240. 240. Good, молодец. 240, 240. 432. 432. 400 ағылшынша. 432. 420. 420. Молодец. 311. 311. 311. Я. 843. 843. 840. 3. Last one is 542. 542. 542. Good. Енді астындағы сандарды біз жазбаша жазуымыз керекпіз. 511-ді жас енді екінші тапсырманы орындайық. Бұл жерде сандарды біз жазбаша жазуымыз керекпіз, немесе белгілесем болады. Біріншісі 511. Ол ағылшынша қалай болады? 511. Yeah, you are right. 511. 304. 304. 304. 304. 540. 540. 540. Ал мына жерде қара, бізде 200, мына 241. Ол қазақшада қалай сан болады? 241. 241. Молодец. Түсінікті болды ма бүгінгі номерал сан есім? Yeah. Оның екі түрі бар, есептік және реттік сан есім. Оны да санауды үйреніп алдың, е? Ал енді саған сұрақ.
бір. Ағылшынша бір. Қалай болады? 1, One. 10, 100. 100, Мың. 100, Қалай? Мың. 100, Thousand. Миллион. million, Миллиард. million. Молодец. Барлығы дұрыс. Окей. Тапсырманы да жақсы деңгейде орындадың. Бізде бүгін грамматика бітті. See you later. Goodbye.